Қалдарың қалай балалар? Бүгін сендермен үш мысық ертегісін тыңдайтын боламыз. Бірақ оның алдында біздің YouTube каналға тіркелуге ұмытпаймыз. Және де лүпіл басып кетеміз. Олай болса, кеттік. Ертеде бір мысық болыпты. Ол мысықтың үш баласы кішкентай мысықтары бар екен. Жаңағы мысық мама өзі неше түрлі киім тоқығанды ұнатады екен. Қыс мезгілі, дала суық, қар жауып тұр. Өздерің білетіндей балалар, сендер мысалы қар жауып тұрған кезде қысты күні далада ойнағанды жақсы көресіңдер ғой. Сол сияқты да жаңа кішкентай үш мысық далада ойнағанды жақсы көреді екен. Бірақ қолдары тез қатып, тоңып қалып, үйге тез кіріп уайымдайды екен. Қар ертең еріп қалады. Біз ойнауға үлгермейміз ғой, анашым деп айтады екен. Сол кезде анасы ойланады. Не істеуге болады екен? Ойлап таптым. Қолымнан тоқу келеді. Өз үш балама, яғни үш мысықтарыма. Неге қолғап тоқып бермеске дейді. Сөйтіп, қолғапты тоқып береді. Үш мысығы қуанғаны соншалықты. Анашым, рахмет сізге. Сіздің арқаңызда біз далада көбірек ойнайтын болды. Енді біздің қолымыз тоңбайтын болды. Деп анасын қатты құшақтап, бетінен сүйіп, қолғаптарын киіп, далаға ойнауға шығады. Далада ойнап ән салады. Менің қолымда қолғап, сенің қолыңда қолғап, ойнаймыз біз далада қаратып. Ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Деп, үш мысық қуанғаннан өздері ән айтып кетеді. Бір кезде қасындағы мысық айтады. Қолым ыстықтап кетті, мүмкін кішкене шеше тұрармыз? Иә, шешейік, деп барлығы қолғаптарын шешіп шетке қояды. Ал сол кезде орманда жүрген түлкі оларды аңдып жүреді. Мынау қолғаптары күшті екен, мүмкін қолғаптарын алып кетемін, деп жаман ойға, арам ойға беріледі. Сол кезде үш мысық рахаттанып, шыршаны айналып жүрген кезде түлкі қолғаптарын ұрлап алып кетеді. Бір кезде қолдары тоңған үш мысық. Қолбағымызды киіп алайық, кәнеки, тезірек, киіндер, деп айтса, қолғаптары жоқ. Қолғаптарымыз қайда? Деп жылайды мысықтар. Анамыз күні бойы тіккен қолғабы жоғалттық. Енді қай бетімізбен үйге қайтамыз? Анашым кешір бізді, деп қатты уайымға беріледі үш мысық. Жылайды, жол бойы жылап келеді. Жылағанда айтатын өлеңдері бар. Қолғапымыз жоқ, анашымыз ренжиді. Қолғапымыз жоқ, анашымыз ренжиді. Деген мұңайған дауыспен үйлеріне қайтып бара жатқан кезде алдарынан бал ұстаған аю келе жатады. Ей, мысықтар, сендер неге жылап тұрсыңдар өзі? Анамыз ұрысады, өйткені біз қолғабымызды жоғалтып алдық, деп жылап жатқан кезде аю оларды аяп кетіп қолындағы балын береді. Алыңдар, жыламаңдар. Аналарына апарып берсеңдер, аналарың қатты риза болады. Балды қолына ұстаған үш мысық балға қарап түсінбейді. Жарайды аю, рахмет сізге. Бірақ та көңіл күйлері көтерілмейді. Ары қарай үйлеріне көңіл күйі жоқ, мұңайып барады балдарын қолында ұстап. Анашым ренжиді, қолбағымыз жоқ, деп өлең айтып, үйлеріне бара жатқан кезде алдарынан қоян шыға келеді. Қоянның қолында үш алма болады.
Сол кезде қоян айтады: сендер неге жылап тұрсыңдар? Неге жылай бересіңдер? Жалбай сендердің дауыстарыңды естіп, аяқ кеттім ғой. Не болды сендерге? Анамыз бізге ренжитін болды, өйткені біз қолғаптарын жоғалтып алдық, деп қоянға қарап қатты жылайды. Сол кезде қоян қолдарындағы балын көріп: сендер жыламаңдар, сендер маған бал беріңдер, мен сендерге осы 3 алманы берейін. Аналарын алманы жақсы көретін шығар. Сөйтіп, қоян оларға 3 алмасын береді. Әр мысық бір алмадан қолдарына ұстап, үйлеріне мұнайып барады. Жаңа өлеңін айтып: қолбағымыз жоқ, анамыз ренжиді. Сол кезде алдынан қасқыр шығады. Қасқырдың қолында балықтар бар екен. Сол кезде қасқыр айтады: неге жылап тұрсыңдар, мысықтар? Біз қолбағымызды жоғалтып алдық. Анамыз қатты ренжитін болды. Солай ма? Сендер аналарына мынау балықты апарып беріңдер. Мүмкін аналарын балық жақсы көретін шығар. Сол кезде 3 мысық қуанып кетеді. Балық дейсіз ба? Негізі анамыз балықты жақсы көреді. Сізге онда мынау алмаларды берейік, сіз бізге осы балықтарды беріңіз, деп айтады. Балықты алған 3 мысық үйіне жүгіріп бара жатқан кезде алдарынан қарын ашқан түлкі шыға келеді. Қарным ашты. Мынау кімдер келе жатқан? деп 3 мысықтың алдынан шыға келеді. Қайда бара жатсыңдар, қарақтарым? Қолдарында иістер аңқыған балықтың иісі шығып тұр ғой, деп күліп құйрығымен бұлдандап тұрады. Сол кезде 3 мысық айтады: түлкі, бізге тиіспе, анамызға балық апара жатырмыз. Сендер осы еш нәрсе жоғалтқан жоқсыңдар ма? дейді. Жоғалттық? Сен қайдан білесің, түлкі? Білемін, мынау істеп тұрғандарын, деп күледі түлкі. Сол кезде қолынан жаңағы 3 қолбақты бүйтіп көрсете қояды 3 мысыққа. 3 мысық: біздің қолғаптарымызды сен ұрлапсың ғой, түлкі. Жаман қу түлкі, арам түлкі, неге ұрлайсың біздің қолғаптарымызды? деп түлкіге айғайлайды. Ұрсады, ренжиді. Сөз түлкі айтады: егерде сендер осы қолғаптарыңды үйлеріне, аналарына қайта апарғыларың келсе, маған 3 балықты беріңдер. Сол кезде мен сендерге қолғаптарыңды беремін, деп қу түлкі айырбастағысы келеді. 3 мысық ойланбастан 3 балығын беріп, қолбағын алады. Үйлеріне жүгіріп кірсе, аналар жылап отыр. Менің балаларым неге жоқ есік алдында? деп қатты уайымдап жылап отыр. Үйге жүгіріп кірген 3 мысық: анашым, біз үйдеміз, кешір бізді. Біз жолда қолбағымызды жоғалтып алып, оны іздеуге шыққан едік. Мінекей, таптық, біз сізді қатты жақсы көреміз, деп үйге келіп барлығы әндетеді. Қандай керемет күн, тамаша күн. Біз ойнаймыз үйде де, далада да күн. Тамаша бәрі керемет. Аналарды жақсы көріңдер бәрін. Шоколад готова ма? Жоқ, әлі қатқан жоқ. Балалар, ең бастысы аналарыңды тыңдау керексіңдер. Және де уайымдамаңдар. Егер сендер бір нәрсені жоғалтып алсаңдар, қатты уайымдаудың керегі жоқ. Өйткені аналарына ең бастысы ол зат емес, сендердің аман есен үйге оралғандарын. Түсіндіңдер ме, балалар? Қайырлы түн. Кел, қайырлы түн де. Кел, тұрып айт. Кел, бірге айтамыз. Қайырлы түн.